Ауа райының сынақтарына қарамайтын оңтүстік джиперлері аздаған үзілістен соң көліктерін серуенге алып шықты. Табиғат аясында тасты жолды бағындыруға бұл жолы 13 қатысушы келген. Олардың ішінде тараздық қонақтар да бар. Екі кезеңнен тұратын тасты слалом жарысының алғашқысы ойыншылар үшін оңай көрінгенмен, екіншісі оларды аяй қойған жоқ. Қолықпен ойластырылған трассада барлық балшық пен суға батқан ойыншыларға тер төгуге тура келді. До последнего момента я не знал, кто победит, и Соңғы сәтке дейін жеңімпаздың кім боларын ешкім білген жоқ. 2 күн бойы дайындалған трасса қатысушыларды біраз қинаған сияқты. Себебі тәжірибелі ойыншылардың өздеріне тер төгуге тура келді. Таңғаларлығы еш үміт күтпеген ойыншылар жақсы ойын көрсетті. Бұл олардың деңгейінің өскенін деп білемін. Қонақтар арасында тасты слаломды ең алғаш рет 2006 жылы ұйымдастырып, шымкенттік ойыншылардың қызығушылығын оятқан Андрей Дорогавцевті болды. Ол джиперлардың деңгейін жоғары бағалап, ұйымдастырушыларға да өз мақтауын жеткізді. Уровень растет, организация растет, ребята. Деңгейлері әрдайым өсу үстінде. Ойыншылар да, ұйымдастырушылар да өздерін тек жақсы жағынан көрсетуде. Кезіндегі бастаманың осылай жалғасын тауып дамып жатқандығы мені қатты қуантады. Ойынның шарты бойынша экипаж мүшелеріне көліктен шығуға тыйым салынған, сондай-ақ әр кезеңді 15 минут ішінде өтуі тиіс болатын. Өзге қатысушыларға қарағанда көбі ұпай жинап, ережені бұзбауға тырысқан жеңімпаздар осыдан 3 күн бұрын джип-триалға қатысамыз деп тіпті ойламағанын айтады. Нам очень все понравилось, мы остались довольны. Бізге барлығы ұнады. Трассаның қиындығы жалпы қарсыластарымыздың өнер көрсеткені. Үлкен әсерде тұрмыз. Себебі соңғы 3 тәулік ішінде дайындалған көлігіміздің арқасында бірінші орын алдық. Ұйымдастырушыларға алғыс айтамыз. Келесі жарыс джиперлерді тамыз айында күтетін болады. Бұл жолы олар 12 сағат бойы GPS бағдарлаудың ұзартылған түрінен бақ сынасатын болады. Гүлнар Жылқайдарова, Айдар Мырзадәулетов, Талғат Пірімқұлов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.